Сәлем қыздар, бүгін сіздерге осындай керемет оформление мен молочная девочка тортының жасалу жолын көрсетемін. Жұмыртқамызға сгущенканы салып, тура 5 минут миксерлейміз. Таймерге қойып, сағатқа қарап отырсаңыздар да болады, өйткені мен тура 5 минут уақытысымен істеп отырам всегда. Сол кезде сіздердің бисквиттеріңіз жақсы шығатын болады. Уақытысымен қарап істеп отыратын болсаңыздар. Енді ұнға соданы салып, араластырып, миксерді ортаңғы скоростьқа қоямыз да, сөйтіп ұнымызды қасықпен салып отырамыз. Ұнның барлығында құйып араластырып болғаннан кейін формамызды жақсылап майлап, 3 қасықтан тестамызды құйып, шеттерін бәріне жайып шығамыз әдемілеп біркелкі етіп. Егерде формамызға теста жабысып қалады дейтін болсаңыздар, астына пергамент қағазын салыңыздар. Қызып тұрған пеште 190 градуста 10 минуттан пісіріп аламын. Осылай пышақпен жандарын үстіп кесіп алып, сосын астынан бір жүргізіп аламын. Сол кезде формадан әдемі шешілетін болады. Осылай формадан шешіп алғаннан кейін формадағы қалып қойған тесталарын осылай пышақпен алып тастаймын да қайтадан майлап, осы форманы қолдана беремін. Барлығында дәл осылай пісіріп аламын. Менде осы ингредиенттерден диаметр 23 см формадан 7 штук шығады. Енді кремімізді дайындаймыз. Творожный сырға қант ұнтағын салып, тура 30 секунд миксерлеп жіберемін. 30 секундта миксерлеп болғаннан кейін үстінен сливки құямын. Қыздар, мен творожный сырдан каллих деген творожный сыр қолданамын. Осыны қазір қолданып жүрмін. Және де сливкиден осы сливки свежее завтра деген сливки ұнайды. Осыны қолданып жүрмін. Енді сливкиімізді құямыз. Одан кейін барып, тура 1 минут миксерлеймін. Немесе өздеріңіз қараңыздар. Қою болған кезде сразу өшіріңіздер. Көп миксерлеп жіберсеңіздер, кремдеріңіз сұйықтанып кетеді. Сондықтан мен тура 1 минут миксерлеймін. Міне осылай қою болу керек. Енді тортымызды жинаймыз, қыздар. Мен всегда осында кольцода жинап жүрмін, және де осындай жанына ацетатная пленка саламын. Бұның барлығында кондитерлік магазиннен ала аласыздар. Енді кремімізді ішіне саламыз. Кремнен 3 немесе 4 қасықтан ғана салыңыздар. Кремді молочная девочкадан тестаңыз қаншалықты жұқа, кремде соншалықты жұқа болып жағылуы керек. Сол кезде норма болады креміңіз. Енді бисквитті салғаннан кейін міндетті түрде осылай картоп езетімен үстін басып отырыңыздар. Сол кезде сізде ешқандайда тортыңызда сыртын қаптаған кезде жарылу деген нәрселер болмайды. Мен осылай міндетті түрде картоп езетімен басып отырамын. Енді пленкамен жауып, тортымызды тоңазытқышқа кемі 8 сағатқа салып қоямыз. Тортымыз 8 сағатқа дейінде тұрғаннан кейін, енді торттың сыртын қаптайтын крем дайындаймыз. Творожный сырға қант ұнтағын салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін 30 секундтай миксерлеп жібереміз. 30 секунд миксерлеп болғаннан кейін, бөлме температурасында тұрған өте жұмсақ сары майымызды салып, тағы да 30 секунд миксерлейміз. Енді осымен креміміз дайын. Осыны кондитерлік мешокқа салып, торттың сыртын қаптауға болады. Әрі қарай торттың сыртын видеодағыдай етіп қаптап шығасыздар. Торттың сыртын қаптардан алдын міндетті түрде осылай подложкаға қойып алуларыңыз керек. Торт жылжып кетпес үшін подложкаға кішкене кремді жағамыз.
Енді торттың сыртын қаптайтын креммен осындай кондитерлік мешокқа салып, насадкамен осылай видеодағыдай етіп жағып шыға бересіздер. Насадкамен осылай туралайтын болсаңыздар, торттың сыртын өте ыңғайлы. Сондықтан міндетті түрде осындай насадка сатып алыңыздар. Тортты өздеріңізге ұнайтындай етіп түзеліп болғаннан кейін 30-40 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді қалған кремімізді мен бояймын. Кремді бояғаннан кейін креміңіз сұйықтанып кетеді. Сондықтан бояп болғаннан кейін мен де бұл боялған кремді тоңазытқышқа 30-40 минутқа салып қоямын. Өйткені өз қалпына келеді, қатты сұйық болмай тоңазытқышта тұрса. Кремімізде, тортымызда тоңазытқышта тұрған кезде гүлімізді дайындайтын боламыз. Гүлдің сабағына бізге ақ шоколад керек болады. Ақ шоколадты ерітіп аламыз. Одан кейін гүлдің сабағына оны жағып шығатын боламыз. Гүл негізінде бір күн суда тұрған болу керек. Судан алғаннан кейін осылай салфетканың үстіне қойып кептіріп аламыз. Гүлдің сабағына осылай шоколадтың барлығында жағып шықтым. Енді тоңазытқышқа 5-10 минутқа салып аламын. Енді боялған кремімізді осылай әр шетіне өйстіп жағып шығып, сосын үстінен шпательмен бір жүргізіп өтеміз. Негізінде осы кремді гүлдің светі қандай болады, сондай қылып боясаңыздар әдемі көрінетін болады. Енді гүлімізді видеодағыдай етіп қойып шыға береміз. Гүлдің сабағына шоколадты жаққан себебіміз, гүлдің сабағында улы заттар болады. Сол тортқа сіңбеу үшін, адамдарымыз отравить етіп қалмас үшін осылай гүлді қойып шығамыз. Енді жанына да гүлді қою үшін тапсырысқа беретін коробканың үстіне тортымызды қойып аламын. Астындағы менде двухсторонний скотч. Ол двухсторонний скотчты қойған себебім, тортты беріп жіберген кезінде жолда тортымыз тайып кетпеу үшін двухсторонний скотчпен жабыстырып алдым. Енді осылай жанына да гүлді қойсақ өте керемет болып шығады. Осымен тортымыз дайын. Өз қалауларыңызша сәндейсіздер. Мен осындай конфеткалармен сәндеп шықтым. Енді жанына кондурен жақсаңыздар да болады. Немесе жақпай қойсаңыздар да болады.